Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін сәбіздің пайдасы туралы айтатын боламын. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркелейік. Сәбіздің құрамында В1, С1, Е, К, С, кальций, фосфор, амин қышқылы, сонымен қатар йод секілді басқа да микроэлементтер мен витаминдерге толы. Олар денсаулыққа өте пайдалы. Ағзамызға көп жағынан пайдалы болатын сәбіздің және сәбіз шырынының ең маңызды 10 пайдасы туралы айтатын боламын. Ең бірінші, бауыр функциялардың қорғанысы және ас қорыту жүйесінде өте әсерлі. Екінші, құрамындағы Е дәруменмен қатерлі ісік ауруын алдын алады. Үшінші, қартаюмен байланысты шығатын ауру сыздаулар сәбіз шырын ішу арқылы азайтылуы мүмкін. Төртінші, табиғи А дәруменің қайнар көзі. Көз саулығын, көру қуатын арттырады, сүйекке және остеопорозға жақсы әсер етеді. Бесінші, құрамындағы калий мен холестеринге және гипертонияға қарсы күреседі. Алтыншы, өт және бауыр ферменттердің жақсаруына әсер етеді. Май жиналуын азайтады. Теріні жандандырады, әдемілейді, әрмен нәр береді. Сегізіншіден, сәбіз шырыны күшті антиоксидант, бета-каротинин бай болғандықтан жасуша дегенерациясын алдын алады. Тоғызыншыдан, біраз лимон және зәйтін майы қосылып дайындалған сәбіз салаты немесе сәбіз шырыны зейінді ашады. Ойлау қабілетін дамытып, үйренуді жылдамдатады. Сәбіздің және сәбіз шырының калориясы аз болса да, қарынды тойдырады. Арықтауда және салмақты сақтауда жақсы әсер етеді. Күніне 1-2 дана кішкене сәбіздің желінуі немесе шырынының ішілуі қарынды тоқ ұстайды. Қыздар, сіздер сәбізді қанша уақыт күнде неше рет жейсіздер? Сіздерге сәбіз ұнайды ма? Қуырып немесе шикідей жегендеріңіз қайсысы ұнағырайды? Каналға тіркелуді ұмытпайық.